Елімізде 8 айда жол апаттарының саны 14%-ға өскен. Ал қаза тапқандардың саны 18%-ға артып отыр. Орта есеппен тәулігіне 5-6 адам жол үстінде қаза табады. Бұл ретте Түркістан облысы жол апатты жиі тіркелетін аймақтар қатарында. Жалпы жол көлік оқиғаларының негізгі себептері қандай? Жолдағы апаттар санын қайтсек азайтамыз. Бүгін осы мәселені талқылаймыз. Бұл халық сөзі саяси қоғамдық ток-шоуы. Армысыз, құрметті көрермен. Бұқаралық ақпарат құралдары еркін болу керек. Билік пен халықтың арасындағы тиімді байланыс арнасы бола отырып, елдегі қордаланған мәселелерді көтере алады және көтеруге міндетті. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Студиямызға келген арнайы қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Алмас Тастанбеков, Түркістан облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы, полиция полковнигі. Ильяс Сейдахметов, көлік жүргізушісі. Шерзат Сүттібаев, Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары. Және Абзал Асылбеков, блогер. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Алдымен әңгімемізді бастамас бұрын экранға бір сәт назар аударсақ. Соңғы 4 жылда әсіресе пандемия кезінде жол апаты динамикасы төмендеді. Бірақ шектеулер мен блокпосттар алынғаннан кейін бұл көрсеткіштер өсіп жатыр. Мысалы, биыл жол көлік оқиғасы 14%-ға, қаза тапқандар 18%-ға, жарақат алғандар 13%-ға өсті. Әсіресе Алматы қаласы, Алматы, Жамбыл және Түркістан облысындағы жол апаты деңгейі жоғары. Қазақстан бойынша барлық көлік оқиғасының 56%, жарақат алғандардың 55%, және қаза тапқандардың 41% дәл осы өңірлерде орын алған. Мінеки көріп отырмыздар, ішкі істер министрі Марат Ахметжанов өзі айтып отыр. Түркістан облысында жол көлік апаттары жиі орын алатын аймаққа жатады деп отыр. Жалпы өткен жылдармен салыстырғанда жол көлік оқиғалары аймақта қаншалықты жиі тіркелген? Саламатсыздар ма, құрметті облыс тұрғындары. Біздің облысқа келетін болсақ, енді республиканы айтып өттіңіз, 18%-ға өскенде, біздің облыста 4%-ға өсіп отыр, өткен жыл салыстырғанда. Қазір бізде 9 ай қорытындысымен 472 жол көлік оқиғасы орын алып, 180 адам қаза болған, 573 адам жарақат алған. Бұл үш неде көрсеткіште өткен жылдан асып отыр. Енді бұл жерде жол көлік оқиғасын өткен салыстырма жүргізген кезде оны асты деп айтуға болмайды. Себебі әрбір жол көлік оқиғаның арқасында азаматтардың тағдыры тұрады, білесіздер, қайғы қасірет тұрады. Жаңағы толмас жаңағыдай қайғылар басқалар болады дегенде ең кемі жол көлік оқиғасын білесіздер, азаматтар көлік соғысқан кезде ең кем материал шығын болады жаңағыдай. Азаматтар жаңағы қалтасына жағы ұрады. Осыған байланысты енді қазір атап өттіңіздер, сараптамада біздің облыс 4 облыстардың өңірлерге ішіне кіреді жаңағы көп. Енді бұның себептерінің бірі облысымыздың білесіздер, біздің республикадағы ең азаматтар, тұрғындар көп шоғырланған облыстардың бірі. 2 миллион аса халық бар. Осыған байланысты бізде де оның үстіне біз дәлізбен істелеміз. Біздің Европадан, Ресейден келеді бүткіл көліктердің барлығы бізде арқылы өтеді. Жүк көліктері? Жүк көлік бар, жеңіл көлік бар. Барлығы Өзбекстанға, Тәжікстан әрі қарай Азия мемлекеттеріне біз арқылы өтеді. Транзит дәлізі есептеледі. Осыған байланысты бізде енді жол көлік оқиға, бірақ енді біз енді бұны көптеп осындай себептер қарамаймыз. Біздің бірінші мақсатымыз осылар алдын алу болып табылады. Алдын алу, болдырмау болып табылады. Осы ретте қандай жұмыстар жасалынып жатыр облыста? Жұмыстар болғанда біздер енді әрдайым оқиғалардың жасалу себеп салдарын саралаймыз. Осыған қарап, оларды қалай алдын алуға болады. Бұрынғыдай ескіше жаңағы патрульдік бағыттармен емес, тек қана бізден қолданбастан біз қазір енді заманауи зияткерлік жүйелер қолданумен шұғылданып жатырмыз, қолданумен. Үстіміздегі жыл бізде енді жол көлік негізгі себептерін атап өтсем, ең негізгілері жартысынан астам бізде жылдамдықты шектен тыс асыру содан орын алады. Біздің қазір 50% содан болып отыр. Жаңағы соқтығысу да, басқа да аударып кету бар, осы жылдамдықтан содан болады. Осыған байланысты біздер осы Түркістан облысы кегелі бері біз зияткерлік жүйелерді көбейтіп отырмыз. Әсіресе жылдамдықтар шектен тыс қолданатын құрылғыларды. Облысымыздың қазір барлық аумақтарына дерлік қойып біттік қазір.
Мына қазір бізде республикалық жолдар бар бізде. Бізде халықаралық жол дейді, республикалық маңызы бар. Білесіздер, бізде Қызылорда облысы шекарасынан басталады да Шымкентке дейін, әрі қарай Жамбыл облысы шекарасы, былай қарай Жетісайға шейін баратын біздің 733 шақырым жол бар. Осы шақырымда біз жыл басынан бері осындай 10 құрыл қойғанбыз. Одан бұрын да бар еді бізде. Вот қазір енді осы нәтижесі көріп отырмыз. Осы жолдарда бізде қазір нәтиже беріп жатыр, яғни. Нәтиже беріп жатыр, 11%-ға төмендеп отыр. Өкінішке орай бізде облыстық маңызы бар жолдарда қазір көбейіп жатыр. Бізде 4000-ға жуық шақырым бар, облыс маңызы жол. Сол жерде қазір көбейіп жатыр бізде. Осыған байланысты біз қазір дәл қазір бізде мынау облысымызға Көркем Телеком деген бірлестік келген. Осылар бізге осы жылдамдық өлшейтін құралдар қойып отыр. Біз енді жылдың басынан бері 10 қойып, қазірдің өзінде басқа облыстың басқа ауданның бәріне 26 осындай жылдамдық өлшейтін құралдар қойып отырмыз. Бұдан бөлек бізде мынау жылжымалы өзіміздің 4 осындай CRISPR деген құрылғы бар. Бұларды да қазір мынау елді мекендерде қолдануға кірісіп жатырмыз. Негізгі талап жол көлік оқиғаларын анализ жасап, сараптама жасап білу, соған қатысты алдын алу бойынша жұмыс атқару болып табылады. Мына кеше 3-4 күн бұрын көрсеңіздер, біздер мынау өзіміздің балансы дрон болатын бізде. Дронды да біз енді анализ жасап көрдік қой. Бізде мынау әсіресе бізде Жібек жол Жетісай деген жол бар. Халықаралық жол. Ол жерде күніне негізі 3000, енді білесіздер, кеңес дәуірі кезінде ол салынған жол. Бар жоқ тәулігіне 3000 ғана көлік жүруге жаралған, бірақ қазірдің өзінде ол жерде тәулігіне 15-20 мың көлік жүреді. Себебі ол біздің Қонысбай кеден бекеті бар. Біздің айтып отырмын ғой, біздің транзит дәлізіміз сол жерге дейін барады. Жүк көліктер көп жүреді. Жүк көліктен біздің басқа жеңіл көліктер озамастан баратқан кезде озады, басқа қылады. Ол жерде енді жол тар болғаннан кейін қармақ шығып, бағытқа шығып, жол көлік оқиғалар болып жатады. Бізде сараптама жүргізіп, сол жерлерде осы дрон арқылы тиісті қашықтан осы қарамаққа шығу бағыттарын анықтадық. Білесіздер, дронның өзінің қуаты бар жоқ, 1 сағатқа шыдайды. 1 сағаттың өзінде 25 дейбіз құқықтар анықтадық. Соның ішінде 18-і осындай қарсы бағытқа шығу. Ол түсінікті. Ал жолдардың жалпы жағдайы жол көлік оқиғаларының орын алуына қаншалықты әсер етеді? Енді бұл айтып өтсем пропорционалды әсер етеді. Жол жақсарған сайын біздің енді білесіздер, көліктеріміз енді кеңес дәуір кезіндегі көлік емес, бәрі жақсарған көлік, барлығы жылдамдықтар мықты. Олардың соған байланысты көліктер біздің жүргізушілеріміз өкінішке орай шектен тыс басқарып, сол жол жақсарған сайын қатты жүріп, сол жерде осы жылдамдықты асырып, соғысу болмаса аударып кету осындай оқиғаларға орын алып отырады. Жалпы биыл елімізде 71 мың жүргізуші жиі жол көлік ережелерін жиі бұзатын 71 мың жүргізуші анықталған екен. Олардың кейбірі жылына бір жылда 150 рет жол ережесін бұзған екен. Жалпы біздің аймақта осындай жол ережесін бұзатындармен күрес қалай жүргізілуде? Бізде облысымызда бізде де бұндай жұмыс жүріп жатыр. Біздің қазір республика бойынша жалпы бізде қорғау қауіп жүргізуші деген бағдарлама бар. Біз енді сол негізі үлкен мегаполистер қолдана бастаған. Біз сол 3 мегаполистен кейін 4-ші біз соны қолға алып, ол жерде қорғау қауіп жүргізуші деген бағдарлама бар. Оны біз патрульдік полиция қызметкерлері бар, біз жүреді көшеде, солардың планшеттеріне енгізіп қойғанбыз. Сол жерге осындай біз білесіздер, автоматты режимде істейтін құрылғылар бар, басқа да режим не бар. Соларды біз осындай жүргізушілер тізімдерін алып енгізіп қоямыз. Соған енгізіп, сол жерде егер де айыпты төленбеген басқа да шектеулер болса, осы қорғау жүйесі тиісті автоматты режим істейтін камерадан өткен кезде белгі береді, біздің қызметкер тоқтатып, ескерту береді, немесе көлікті шектеу болса, айыптарға жеткізеді. Бұдан бөлек осы қорғау қауіп жүргізуші деген бағдарламаның бір артықшылығы, егер де енді бізде білесіздер, Түркістан қаласында қазір зияткерлік жүйелер көп бізде. Қазір Түркістанның өзінде 60-ға жуық зияткерлік жүйе бар. Аралар жақын орналасқан. Егер де бір жүргізуші осы екі зияткерлік жүйенің арасында өткен кезде 10 минуттың ішінде екі осындай жол жүру ережесін бұзатын болса, ол бірден осы біздің патрульдік полиция қызметкерлерінің планшетіне келіп, қызметкерлер тоқтатып, оған тиісті шара қолданылады. Жақсы, Алмас мырза, түсінікті. Ал бізге енді азаматтық қоғам, жүргізуші, қарапайым, сізге сұрақ, жалпы осы сергек камералар болсын, қорғау жүйесі болсын, Түркістан қаласындағы көшелерде тәртіпті орнатуға қаншалықты әсер етуде? Үлесі бар ма? Қалыпқа келіп жатыр ма? Жол қозғалысы. Ассалаумағалейкум, құрметті Түркістан қаласының тұрғындары мен қонақтары. Біз облыс болғалы қазіргі таңда камералар өте көбейді.
Ол енді мына сергек деп аталады, жылдамдықты өлшейді. Енді сол камералар қойылғалы қазір жаңағы бір рет айыппұл төлейді, 2 рет төлейді. Қазіргі таңда тәртіпке кеп қалды десек те болады. Дегенмен де камера жоқ жерлер бар. Айтатын болсақ, Жуковский район, Коммунизм район дейді. Сол жерлерде көп деген жаңағы жол көлік оқиғалар болып тұрады. Мысалы, қазіргі таңда біреулер ішіп айдайды, немесе праван сатып алады дегендей, ондайды көріп жүр. Осы жақында жол белгісі, жол беріңіз деген жол белгісінен біреу келіп, авария болды, ДТП болды, мен көзімше болды да. Ана кісі байқамай қалдым дейді. Қазір білмеймін, жастардың бәрі праван сатып алатын болған ба. Жалпы камера жоқ жерлерде өте көп орын алады қаланың ішінде. Алмас мырза, не дейсіз енді, праваларды сатып алады деген енді жиі естілетін дүние ғой, жалпы таңсық емес. Кешіріңіз, сіз мынау министрдің біздің келтірдіңіз ғой несін жаңағы. Осы министрдің сараптамасында осы келтірген, білесіз, бұл біраз уақыт бұрын үкімет отырысында осы қаралған негізгі мәселе. Бізде біраз жылдан бері бұрындар білесіздер, жүргізуші куәлік алатын кезде бізде азаматтарымыз оқитын міндетті түрде. Қазіргі кезде альтернатив түрде азаматтар өздері оқып алады. Жаңа мына блогер мырза айтқандай, азаматтарымыз жаңағы енді жаңағы әртүрлі жолмен алады деп айтып отыр ғой жаңағы. Енді бізде 2019 жылы бірінші неден бастап, шілдеден бастап бүткіл жүргізуші куәліктерін беру халықтық орталығына өткен. Біздің полиция органдарында ешқандай қатысы жоқ қазір. Теориялық немесе практикалық емтихан қабылдау солардың несінде барлығы автоматты түрде қабылданады. Енді оларды не қылғым келмейді, бірақ барлығы автоматты түрде жаңағы тиісті компьютерде қабылдайды. Барлығында жаңағы тиісті тексеру болады. Кемшілік осы жерден кетіп отыр дейсіз. Ол жерден де кетпеуі мүмкін. Енді азаматтар былағанда бұны жаңағы терең зерттеу керек. Біз министр тапсырма берген. Меніңше, менің ойым енді пікірім, бұл жаңағы негізі бірінші жүргізуші куәлігін алатын кезде азаматтар міндетті түрде оқу керек негізі. Себебі инструктормен оқыған кезде, басқа кезде үйретеді негізі. Жаңағы мектептерге барған кезде жаңағы жол белгілі басқа болады, сонымен оқып бір жағынан өзінің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі ғой. Біздерде жаңағы жүргізуші куәліктерін алатын кезде практикалық емтихан барлығы біз автодром өтеді, автодромда барлығы жаңағы компьютермен істелген неған. Бізде азаматтарымыз көшеге шыққан кезде, қарсы бағыт көлік келген кезде психология жағынан дайын болмауы мүмкін. Бұлай теория жағынан жаңағы барлығы жаттап алып өтуі мүмкін, бірақ практикалық жағынан болмауы мүмкін. Сол үшін менің жеке өзім ұсыныс пікірім, негізі жаңағы автомектепте оқыса, жаңағы инструктор жаңағы азаматты жаңағы өзі көшеге бір рет, 2 рет айдап шыққан кезде азаматты жаңағы негізін көреді. Жаңағы жолдағы қалай айдайтын бір білесіз ғой, азаматтар болады, біреулер болады, мүлдем жаңағы икем болмайды көлік айдауға. Біреулер не болады дегендей. Сол үшін менің ойымша жаңағы осы автомектепті қайтып келтіру керек. Соңғы уақыттары жол көлік апаттарына жолға шығып кеткен малдар себепші болуда, иә? Осы фактпен қалай күресіп жатырсыздар? Біздер енді мынау осы мал қағу өте өзекті мәселе болып тұр. Биыл өткен жыл қарағанда, өткен жыл 5-еу болса, биыл 15 болып отыр осы мал қағу тіркелгеннің өзі. Неліктен өсіп жатыр? Қайтыс болған азаматтарда не болды? Енді бұл жерде неліктен болғанда жаңа айттым ғой, біріншіден жаңағы біздің жолдар жақсарған сайын көлік қатты жүреді, жолда шыққан малдар көрмей қалады, жаңағы әсер ете алмай қалады жағдай. Осы жерде сұрақ туындайды, неліктен малдар жолға шығып кетіп жатыр? Қоршаулар жоқ па, жеткіліксіз бе? Енді былай ғой, енді 2019 жылы қазан айында заң шыққан. Осыған сәйкес азаматтар өзінің малдарын ие болу керек негізі. Әсіресе жолдың бойында біздің ереже бар, облысында ережесі бар, жолдың бойында жақында болмайды малдар негізі. Әрбір малға азамат өзі ие болу керек негізі. Бізде білесіздер енді көбінесе мынау ірі қара малдарды негізі көшеге шығарып жібереді, азаматтар өзі азында шығарып кеш таман жиып алады дегендей. Жылқыға мүлдем қарамайды, жылқыға аптасына бір қарайды, жаңағы төбесіне қарап жүре береді дегендей. Осыларға негізі еге болу керек азаматтарымыз. Жалпы бұндай азаматтарға қандай да бір әкімшілік іс немесе бір жаза қарастырыла ма? Әкімшілік кодекспен, мына бізде облысымызда осыған сәйкес ереже бар, осы малдар күтіп ұстау бойынша. Соған сәйкес әкімшілік кодексте жаза қолданған, қаралған. Жаза енді алдыңғы жылдар ескерту болатын, қазір оған қатысты айлық есеп көрсеткішпен қазір айыппұл салынады. Енді біз қарап отырған жоқпыз. Біз қазір барлық әкімдіктерге біз ұсыныс бердік. Барлық мынау малдар көп жүрген жерлерге осы малдардың макеттерін қою керек негізі. 3D деп аталады ғой, макеттерін қою керек. Одан кейін осы малдар жолға жақын осы қоралар басқалар бар, малдарына жаңағы осындай ноқтайлы көрік жылтырап тұратын. Иә, түнде көрінетін, иә? Ұсыныстар беріп жатырмыз, иә. Ең негізі малдың еге болу керек негізі азаматтарымыз. Сол көзден қақпайды.
бізде қайтыс болғандар да көп, мысалы үшін осы малды өкінішке орай. Қара мал қаққан кезде бірден неге көз адам қайтыс болады, жарақат алғандар да көп. Осыған байланысты азаматтарымыз одан кейін біз ұсынып отырмыз. Мынау бізде осы әсіресе мына республика жолының бойында бізде басқа өңірлерде бар, бізде де бар негізі, бірақ тура осы жолдың бойында біз мынау мал қамайтын қоралар жасауымыз керек негізі. Осындай бейберекет бос жүрген малдар қамап, әрі қарай жаңа азаматтарға тиісті шарасын қолданып, біз беруіміз керек. Көбінесе мал қаққаннан кейін, егер де материал шығын болса, егесі келіп тұрады малдың егесі, мен малымды. Егер де азам айтып болса, малдың егесі табылмайды көбінесе. Себебі бізде енді көп малдарымыз нөмірленбеген, басқармаған, сырғаланбаған азамат көріп тұрса да кетіп қалады жаңағы қайтыс болған жерден жаңағы. Өйткені жазаны арқалағысы келмейді ғой, келмейді, анеде жаңағы несі бар дегенде. Сол үшін біз ұсындық кешеде осы қазір мына облыс әкімі келгеннен кейін осы мына кешегі осы үкімет отырысынан кейін біз жол карта дайындадық облыстың 2022-2023 жылдарға деген арналған. Кешегі осы қол қойылды. Соның ішінде ұсынып отырмыз. Мына осы бүткіл тек қана республика емес, облыстық бар жолдардың бойында осындай жаңағы мал қамайтын орындар дайындауымыз керек. Ол жерге жаңағы осындай жолдың бойында бейберекет малдар қамап шара қолдануымыз керек. Жақсы, енді жолдар туралы сөз қозғадық. Енді Шерзат мырза, өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы облыстағы жолдардың жағдайы қалай, оның әсері қалай болып жатыр жол көлік апаттарына? Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Бізде бүгін өзекті мәселе деп айтуға болады. Бұл жол көлік оқиғаларының артуына байланысты өткен аптада үкімет отырысында да бұл мәселе қаралды. Тиісті тапсырмалар берілді. Енді біздің облыста жалпы жалпы пайдаланымдағы жолдар мен елді мекен көшелер 17 000 шақырымнан астам. Соның ішінде біздің облыстық маңызы бар жолдар 4104 шақырымды құрайды. Енді өздеріңізге белгілі, соңғы жылдары ел басшылығының тапсырмасына сәйкес жолдарға аса көңіл бөлініп жатыр. Енді біздегі басты индикатор бұл жақсы және қанағатты жолдардың үлесін арттыру болып табылады. Енді соңғы біздегі әр күзгі және көктемгі осмотр дейді, қарап шығады жолдарды. Сонда қазіргі не бойынша былтыр 87% болған. Ол тек облыстық маңызы бар жолдар мен аудандық. Қанағаттанарлық жолдың ол енді елді мекен көшелер ол жерге кірмейді. Енді жалпы жолдың жағдайы реттеліп келе жатыр. Бірақ енді жаңағы біздің әріптес айтып өткендей, жол көлік оқиғалары керісінше өсім байқалады. Жаңа 4,4% былтырғы 9 аймен салыстырып айтып отырмыз. Енді біздегі бірінші көрілетін шаралар бұл әрине жол инфрақұрылымын жақсарту. Алдыңғы жолдарда айтатын болсақ, ол кезде мынау ямочный дейміз, басқа дейміз, соның есебінен де авариялар туындап жатса, қазір ондай оқиғалар тіркеліп тұрған жоқ. Жолға байланысты мәселеде ондай біз әлі тіркелген жолдың есебінен деп айтуға болады, ондай оқиғалар тіркелген жоқ. Бірақ ең басты жаңа анализ жасап айтып отыр, қарсы бетке шығу, жылдамдықты асыру, маневр жасау, осылардың салдарынан көп бізде облыстық маңызы бар жолдарда да өсім байқалады. Әсіресе Шардара, Келес, одан кейін мына біздің Созақта, Сайрам ауданында. Енді біз кешегінде осы барлығын талдап жатырмыз қазір. Ненің себебінен болып жатыр, қандай жерде болып жатыр ол жол көлік оқиғалары. Енді басты себеп жаңа айттық қой, қарсы бетке шығу. Соңғы біз әкімшілік полиция басқармасының былтырдан бастап жолдың бөлу жолақтарына сигнальный столбиктер қоя бастадық. Онда эффекті бар сияқты. Біз оны жалғастыратын боламыз. Одан бөлек бізде комплекснен қарайтын мәселе, біз әрқашан жол белгілеріне мән беруіміз керек. Мысалы, енді осы эфирді пайдаланып сұранады, кейде біз знактарды, жол белгілерін қоямыз, оны елді мекендерде алып кетіп, ұрлап кетіп жатады. Өйткені ол бір жол белгісі бір адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Себебі сол жерде ол ескерту, былайша айтқанда, осындай қарсы бетке шығуға болмайды, обгон жасауға болмайды, немесе мал өтеді деген сияқты. Енді бізде облыста 75 000-дай жол белгілері бар, облыстық маңызы бар жолдарда 30 000. Жылда бізге жетіспеушілік 20 000 шамасында құрайды. Енді біздің ведомстволық мекеме бар, оңтүстік жолдар, солармен 25 000-дай қойылады. Құрылыстың жөндеу жұмыстарының есебінен шамамен 500 бен 1000-ның арасында қойылып келе жатыр. Енді басты себебі жаңа айттық қой. Ол бірінші жүргізушінің өзінің заңды сақтауы, мәдениеті, ол бір себеп болса, екінші жаңа біз айтып отқан жолға шығып кететін малдардың да
талданды. Қазір республикалық маңызы бар жолда, мысалы, Түлкібас ауданында 30 шақырым қоршаулар қойылып жатыр жолдың жағасына. Енді қазіргі біздегі Қазавтожолдың мәліметіне сәйкес, келесі жылдан бастап ақылы жолдардың барлығында осы қолға алынады. Оларда да білет, қай жерде малдар көп жүреді, қай жерде сол шығып жатыр, жаңа біздегі көрсеткіштер өсіп жатыр. Біз ол облыстық маңызы бар жолдарда оны қолға алдық. Енді барлық нәрсе кішкене қаржыға да байланысты, өйткені біз тек қоршаумен айналысып басқа жұмысты тастап қоя алмаймыз. Бірақ бізде мәлімет анализ бар. Біз енді біртіндеп сол жолдарды өзімізде қоршаулармен қоршай бастаймыз. Ол да ойлаймын, осы тиімділігін арттырады. Одан кейін жаңа біздің әріптес айтқандай, енді қазір дамыған технология, камералар өте жақсы көмектеседі. Біз соны көбейтуіміз керек. Биыл мысалы 40 болса, соның 17-сі облыстық маңызы бар жолдарға қойылды. Бізде де әлі ұсыныстар берілді. Біздің тиісті басқармаға, әкімшілік полициямен бірге жасаймыз. Әлі де көп ондай учаскелер. Өйткені біз сол камераны 60-пен жүретін жерде ол кісілер білесіз, жол жақсы болған екен. Кем 80-90-мен жүреді, елді мекеннің ішінің өзінде де. Сол тұстардың бәрін біз анализ жасап, үлкен іс-шара жоспары бекітілді кеше әкімнің қолымен. Құдай қаласа, сол енді сол іс-шарада оның бәрі қаралып отыр. Енді алдағы уақытта соны біздің міндет, былайша айтқанда, жол жақсарғанмен енді жол көлік оқиғасын төмендету болып қалды. Соған жұмыс жасайтын боламыз. Әлі де жасалмаған жұмыстар бар. Бірақ оның қандай екені, не жасау керек екені барлығы ол енді талданған бар. Тек іске асыру керек соны. Жақсы. Ал енді біздің ортамызға бүгін блогерді келіп отыр екен. Сіздің ойыңыз қандай жалпы аймақтағы жолдардың жағдайы қалай? Өзіңіз енді көлік айдайсыз ба, көріп жүрген шығарсыз? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін өте өзекті мәселелердің бірі осы жол көлік оқиғалары болып отыр. Жол көлік оқиғалар, яғни қазіргі таңда жолдың сапасы, жол патрульдік полиция қызметкерлерінің біліктілігі артып келе жатыр кәдімгі. Облыс болмай тұрып, біршама өте көп болатын бұндай мәселелер. Жаңағындай масаң күйде басқаратын жүргізушілер қазіргі таңда меніңше азайған секілді. Жолдың сапасына келетін болсақ, жолдың сапасы жақсарып та келе жатыр, және де шеткі аймақтар, ауыл аймақтар болады. Айтып өтсеңіздер, атап мынандай бір ауданда мына жол дұрыс емес деген сияқты. Ойқыш жолдар болады, яғни көбіне жүргіншілер жақсы жолмен жүргісі келеді, көбіне жолға таласып қалады. Сол кезде кішігірім жол көлік оқиғалары болып қалады да. Сол мәселенде және де кәріз құдығының қақпағы ашық болып қалады. Жолдың бойында орналасады. Сол мәселені де шеше деген өтінішіміз бар. Сосын көшеде біршама камераларды көбейткен дұрыс деп ойлаймын. Әсіресе сергек камераларын. Және де учаскелік полиция инспекторлары өзінің аумағындағы дүкендерді, мейрамханалармен түсіндірме жұмыстарын жүргізсе, яғни ішімдік сатпауға кешкі сағат 11-ден кейін сол бойынша түсініктеме жүргізсе деген. Жақсы, енді мас күйде көлік айдайтындар көбейді деп отырсыз ғой. Олармен күрес қалай жүргізіліп жатыр екен? Олармен күрес сол рейд арқылы жүргіземіз. Осы жыл басынан бері біз 700-дей осындай анықталып отыр, өкінішке орай. Оның ішінде жаңағы білесіздер, ол не үшін біз күресеміз, себебі ол ары қарай азамат енді өзінің жаңағы несін білмей, жол көлік оқиғасы өзінің басқа азаматтың өмірлерін қияды деген келеді. Осыған байланысты біз рейдтік жұмыстар жүргіземіз, басқа жұмыстар бар, сөйтіп күресеміз олармен жаңағыдай. Ол көлік айдаған азамат өзі, біздің енді патруль полиция қызметкерлері барлығы бұрыннан жаңағы тәжірибелі азамат келіп келеді. Олар күніге жолда жүрген екен, олар енді 100% болмаса да біраз енді білет көлікті жаңағы масаң күйде айдаған, айдамаған жаңағы көлік жүргізушілердің өзінің айдаған несіне қарап білет олар жаңағы. Жүрісіне қарап білет. Қатып жүреді, жай жүреді, болмаса қашып кетеді деген осындай. Өздері жаңағы біздің патруль полиция қызметкерлері өздерінің жаңағы тәжірибесі арқылы анықтап жауапкершілік тартады. Жақсы, енді келесі сауалға көшпес бұрын экранға бір сәт назар аударсақ, аймақта орын алған жол көлік апаттарының бірі. Құрметті режиссер мырзалар, экранға берсеңіздер. Дәл қазір біз оқиға орнындамыз. Түркістан үлкен айналма жолының бойында жүк тиелген газель автокөлігі қарсы бағытқа шығып, аэропорт қызметкерлерін таситын үлкен автобуспен соқтығысқан. Куәгерлердің айтуынша зардап шеккендер бар. Қазіргі таңда олардың барлығы орталық ауруханаға жеткізілген. Белгілі болғандай, автобуста жұмысқа бет алған әуежай қызметкерлері болған. Олардың бірі қатты соққыдан оқиға орнында көз жұмды. Марқұмның әріптестерінің айтуынша, ер адам 2-3 күн бұрын ғана ота ауырған екен, ал 6 адам түрлі дене жарақаттарымен орталық ауруханаға түсті.
Бізге бүгін таңертең 9-дар шамасында жедел жәрдем көлігімен 6 науқас жеткізілді, яғни 4-еуі ер адам, 2-еуі әйел кісі. Барлығына алғашқы көмек көрсетілді, 6-ауы да амбулаторлы деңгейде қайтарылды. 2 әйел кісіге маңдай және бетіне шов салынып, тоже алғашқы көмек көрсетіліп, қайтарылды амбулаторлы деңгейде. Газель көлігінде көкөністер мен жеміс-жидектер тиелген жүргізуші Шымкенттен Қызылордаға бағыт алыпты. Газель жүк автокөлігінің жүргізушісі қарсы бағытта келе жатқан автобус автокөлігіне соқтығысып, жол көлік оқиғасын жасаған. Соның салдарынан бір азамат қайтыс болып, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеп-тексеру амалдары жүргізілді. Оқиға орнында болғандардың айтуынша газель көлігін тізгіндеген жүргізуші ұйықтап кеткен десе, алайда оқиғаның толық мән-жайы әлі де анықталу үстінде. Қазір қарсы бағытқа шығып кеткен газель көлігінің жүргізушісі қамауға алынған. Қатысты не айтарсыздар? Мен осы оқиғаның басында болдым өзім. Жаңа біздің әріптесім айтқандай, көлік негізі оқиға таңертең 7 кезінде болған. Шымкенттен шыққан, білсеңіздер, сол жерде біз айналма жолдың тура осы көліктен біздің камера бар ол жерде, 300 метр жерде. Сол жай өткен, сөйтіп барып соқтығысқан. Сол айтып отқан рас, ұйықтап кеткен. Таңертең негізі Қызылордадан Ақтөбеге шыққан көлік. Ұйықтап кеткен. Жүргізуші кінәлі. Көліктің иесі басқа болған, көліктің иесі қасында болған. Сол күні бірінші рет жүргізуші шаған, жүргізуші сол өтіп кетіп барады. Енді білесіз, жетте Түркістанда өткен болса, значит ол Шымкенттен ол 5-тің кезінде шыққан болу керек. Түні бойы ұйықтамаған болу керек. Сол үшін халық ұйықтап кеткен сол жерде. Жалпы осындай кезде, осындай жағдайда жолдың бойында жүргізушілердің ұйқысын ашатын арнайы белгілер болады, білуімше? Бізде білесіздер, шулы жолақ болады. Онда қазір бүткіл республика жолдары бар жерге облыс жолдары қойылып жатыр, шулы жолақ болады. Бұл енді бізде шулы жолақтар бар жерге емес, негізінен біз авариялық апатты амақ болады. Бұрылыстарда, кері бұрылыс немесе сол жерде қойылады. Білесіздер, қазір республика жолының бойында бізде Шымкентке дейін одан кейінді көп жерлерде осындай демалатын орындар бар. Негізі көлік жүргізушілері өзі Есенгерге тоқтап демалып алу керек негізі. Бұндай ұйықтап кететін факті өте көп бізде. Өткен жылы естеріңізде болса, осы қараша айында осында Өзбекстаннан шыққан үлкен автокөлік, осынау бізде Түркістан кіреберісте 3-ші көпірдің ар жағында осындай өзі үлкен көлік фура дейді ғой, екінші фураны жөндеп тұрған жанынан соғып 3 азаматты қаза болған сол кезде. Осындай фактілер. Себебі білсек жаңағыдай жүргізуші түні бойы шекарада тұрған өткен басқа Түркістанға батқан болмаса Түркістанға жолда жетіп қалам деп келе берген, соны қалып кетіп жолда көлік тоқтап көрместен жанама соғып 3 азаматтың өмірін қиып отыр. Сол үшін азаматтарымыз негізі, бұның бәрі менің білсем, бұның бәрі әлеуметтік желіде азаматтың барлығы қазір білесі телефон шұлап отыр түні бойы жаңағыдай, ұйықтамайды. Сол ара кете береді жаңағыдай. Одан кейін ұйқысырап кете береді. Жаңа жүк көлігі дедіңіз, жалпы Шымкент, Түркістан және Сарыағаш қалаларынан айналма автожолдарын салу апатты жағдайларды азайтуға жалпы қаншалықты әсер етеді? Осындай айналма жол салынып жатыр деген жоспар бар екен ғой? Бұл жоспар негізі осыдан 2 жыл бұрын қаралған. Жібек жолы Қызаскер деген 103 шақырым құрайтын негізі бір проект қаралған. Енді оған қаржы бөлінбегеннен кейін ол салынбады. Енді бұл білесіздер, не үшін бізге айналма жол керек? Көліктер жағы, ол біз білесіз, біздің анклав Сарыағаш Келес аудандары. Көп елді мекендер жол бойында орналасқан. Азаматтар көп тұрады шекара болғаннан кейін. Кіріп шығатындар көп, азаматтар негізі сол жолмен жүреді. Егер де біз сол айналма жол салсақ, бүткіл біздің транзиттік көліктің барлығы транзиттен бұрын басқа Жетісайға баратын көлікпен солмен жүретін еді. Сөйтіп ішкі жолдардың барлығы сәл босап, көліктерге жағы сәл айналма жол толтырып кете салайын. Енді бұл өз біраздан бері көтеріліп келе жатыр. Мен білетін соңғы 10 жылдан бері үкімет деңгейінде осы Сарыағаш айналма жолын салу әсіресе. Себебі ол оңтүстік өңірде 700 мыңнан астам халық тұрады. Жаңа айтып өткеніміздей көлік қарқындылығы тәулігіне жолдың категориясы бойынша 3 болса, қазір енді екінші категорияда 7 болуы мүмкін. Арасында учаскелер бөлінген, бірақ ол жерде 15 мыңнан жоғары жүреді. Енді барлық жолдың бойы елді мекен деп айтуға болады, 5 құбырға дейін. Сол үшін кешегінде де біздің облыс әкімі тағын көтеріп, бұны үкімет басшысына жеткізді. Енді былтырлары негізі барлық концессионный проект бойынша бітіп тұрған. Бұл бірдеңені түсіну керек, бұл жерде атап айтып кеткім келеді. Бұл республикалық маңызы бар жол болғаннан кейін бұны іске асырушы біздің министрлік, Қазақавтожол болып табылады. Себебі облыстың құзыретіне
жатпайды. Енді сол себепті біз енді әр неде үлкен осындай проблемный мәселелерді біз көтереді, айтады. Енді ойлап отырып, келесі жылы іске асып кетсе, дұрыс болар еді, басталып кетсе деп. Одан бөлек мына Шымкент айналма, Батыс айналма жолы деген жолда дайын тұр. 48 шақырым, ол жаңағы Шұбар развязкасынан бастап Ақтастан бір-ақ шығады. Ол да Шымкентке кіретін осы көліктің барлығының транзиті бар. Ары қарай біздің оңтүстік аудандарға жүретін бәрі сол жолмен жүрер еді. Ол өте қажет болып тұр екі жаққа да. Сарыағаш айналмамызда жаңағы Қонысбаев кенеді мекеніне дейін ары қарай Жетісайға шығып беретін. Мына тұрған Шымкенттегі де өткен барлық үлкен көліктің бәрі транзит қалаға кіріп шығып жатыр. Оның өзі мысалы Сарыағаштың ішінде қанша уақыт өтеді и жаңа жол көлік оқиғалар орын алады. Енді машина көп өткен, интенсивдік өте жоғары. Жақсы. Енді үміттенеміз, келесі жылдар сол қолға алып, қолдау білдіріп басталады деген ойымыз бар енді. Бірақ біз соны сұрап отырмыз, ертерек бастайық, қажеттілігі өте жоғары оған. Жақсы. Енді біздің Ильяс мырза, жалпы сіз өз проблемаларыңызды айтып өтсеңіз, жалпы жолдарда қандай проблемаларға жолығасыз күнделікті өмірде? Көбіне жаңағыдай жолда жүріп келе жатқан кезде көбіне жаңа жас өспірімдердің, жас жігіттердің автокөлік басқару кезінде жаңағыдай белгілерін елемейді, қысып кетеді. Сол мәселе бойынша жаңағыдай автокөлігінен осып кетсең, жаңағыдай ұят санайды да көбіне. Мен қалып кетем ба деп жаңағыдай Алмас мырза айтқандай жылдамдық асырып, жол көлік оқиғаларына тап болады. Яғни жүргізушілер бір-бірін сыйламайды. Бір-бірін сыйламайды, жол бермейді, жолдан өткізбейді, және де жол белгілері жаңа 327, 328, кірпіш белгілерін, жаңағыдай айналма жол белгілерін, стрелкаларды көбіне елемейді да. Сол мәселе қазір ауқымды мәселелердің бірі болып тұр да. Сол бойынша жол көлік оқиғалары өте көп тіркеліп жатыр қазір. Өзімізде куә болып жатырық. Сонымен қатар жол көлік оқиғаларының көптеп кездесуіне, орын алуына көліктердің жаңағы техникалық байқаудан өтуі, өтпеуі де әсер етуде, техникалық жағдайы. Ол да болады, техника болғанда, мынау білесіздер, соңғы 4 жылда бізде мынау Ресей Федерациясы келген өте көліктер көп бізде. Біздің мемлекетімізде қазір мынау көліктер негізі алып келген кезде Евро 4, Евро 5 деген негізі стандарт сәйкес болу керек. Енді бізде уақытша деп әкеліп алған, мынау білесіздер ескі көліктің барлығын. Олардың ешқайсысы біріншіден жаңағы көп азаматтарымыз шаруашылыққа мінеді бізде көліктерде. Әсіресе Түркістан аумағында, жан-жан басқа жерде бәрі жер мінеді. Сол үшін оны жаңағы доңғалағына қарамайды. Біріншіден доңғалақтар жаңағы әбден біткен болады уже, жаңағы протектор қалмайды. Екіншіден жаңағы фарлар жанбайды жақсы олардың барлығын, ескі. Айналар жарық болады, басқа болады. Осының барлығы жиналып келгенде жаңағы жол көлік оқиғасына алып келеді жаңағыдай. Тормоз жағы, тежегіштер жақсы істемейді, басқа болады. Ескі көлік қой барлығы енді. Енді осы көліктерден бұған жол көлік оқиғалардың зардабы өте ауыр болады. Себебі оларда мынау жасықша болмайды, ешқандай қауіпсіздік белгілері жоқ олар жерде. Көбіне ескі автокөліктер. Мысалы үшін жаңа көлік пен ескі көлік соғысатын болса, өкінішке орай ескі көліктегі азаматтар қайғылы болады да, мынау жаңа көліктегі азаматтар енді тірі қалады енді. Осындай жағдайда болады. Сондай-ақ жаңағы жол көлік оқиғаларына велосипедшілер, мотоциклистер, жаяу жүргіншілер де көп әсер етіп жатыр дейді, қалай жалпы? Жалпы жаяу жүргіншілерде бізде осы 260-тай жаяу жүргінші қауымымен байланысты болған. Енді бұл жерде екі жақтама ғой. Мысалы үшін кейбір кезде біздің көлік жүргізушілерімізде ол жол кетіп барқан арнайы өтетін жерден кетіп барған азаматтың көзін қалып кетеді қарамастан. Кейбір кезде азаматтарымыз өздері де белгілеген жерден өтеді жаңағыдай. Осы екі жақтама болады. Енді біз мынау әріптесімді мен айтып отырмын, біз облыс әкімінің қазір жол бағдарламасын қабылдадық. Соның ішінде 2 пункт қойдық. Бұл жерде ең бірінші пункттердің бірі мынау 1-4 сынып оқушыларына мынау интерактивті сабақтар дайындау жол жүріс бойынша. Кемінде аптасына бір рет оқытады деп жатырмыз осыны. Осы 1-ші сыныптан бастап оқытады деп жатырмыз. Түсінікті. Ал Ильяс мырза, Абзал, кешіріңіз. Абзал мырза, енді сіз көлік жүргізушісіз, күнде жолда жүресіз. Енді жалпы осы мотоциклистер, велосипедшілер, жаяу жүргіншілер қаншалықты жол қозғалысына кедергі келтіретін жағдайлар орын алады? Қазіргі таңда жас студенттер жаңа жаяу жүргіншілер өткен кезде телефон көзінде жан-жағына қарамайды. Бұлай келеді тағын, бұлай өтеді. Жол менікі дейді. Жан-жағына қарап, сақтық шаралар жоқ. Бір көліктер қатты кеп қалуы мүмкін.
екі көз былай жан-жағына қарамайды, жай жүреді сосын, жай жүреді. Ондай жағдайларда көп болады. Енді велосипед айдайтындар, олар енді өзінің жолағы бар бізде, Бекзат Саттархановтың даңғылы бойында. Олар асфальттың үстімен жүреді. Ондай жағдайларды көзіміз көріп жүр. Және де мынау бізде қиылыстарда әкімшілік тал егіп қойған, ол да кедергі келтіреді. Бүйтіп қарап өтеміз, өткен кезде автокөлікті айдаған кезде былай қарап өтеміз. Сол мәселені не алсаңыз, сосын мынау коммунизм районында Маңғытай мешіттің көшесінде қарсы бағытқа көп деп шығады. Өйткені жол жаңағы ойылған, не қылған. Соны да бір назарыңызға алсаңыз екен. Сонымен қатар жолдағы мәдениет бар, е? Жол жаңағы көлік жүргізіп жүрген жүргізушілер мәдениетсіз болып бара жатыр ма? Қалай деп ойлайсыздар жалпы? Айтып өтейін жүрді енді. Біз енді көбінесе практикада көреміз ғой. Жағы жол белгілерін талаптар сақтамау, мына айтты ғой жаңа Ильяс мырза айтты. Ең бірінші мәдениетсіздік сол негізі. Егерде өзі азамат жол жүргізу кезінде жол жүруге қатысты есептеледі, қатысушы есептеледі, жүргізуші есептеледі. Жүргізуші болсын, басқа болсын, мәдениет бәрінде болу керек негізі. Жаяу жүргіншіде болу керек. Велосипед айдатында болу керек негізі жағы. Бәрінде болу керек. Барлығында жол жүру ережесі бәрі ортақ біреу негізі. Бәріміз білуіміз керек. Осыған байланысты мынау жол жүру ережесі сақтап, біз әсер жүргізушілер. Бізде жаңағы жүргізуші куәлігін алатын кезде ол жаңағы тиісті емтихан тапсырады. Емтихан ол жол жүру ережесі қатысты нәрсе. Ол қол қойып алған кезде мен осы мемлекеттің осы жол жүру ережесін сақтаймын деп алады. Сол сақтау керек осының барлығын. Сол кезде мәдениетсіз болады жаңағы жылдамдықты асыру, жаңағы бір-біріне жаңағы жол бермеу деген, соның бәрі негізі сөзі жол керек. Жол беріп жүру керек негізі. Жаңағы мынау Абзал дұрыс айтты. Енді екі жақтама ғой жаңағы жолдан өткен кезде. Енді кейбір кезде азаматтарымыз жаңағы мән бермей басқа болады, асығып бара жатса, жаңағы азамат жаңағы баққа қалып кетеді, жаңағы жастарымыз жаңағы кете береді телефон қарап дегенде. Негізі кез келген азамат жолдан өткен кезде бір енді айтылған ғой, негізі бірінші солға қарап, кейін оңға қарап қарау керек негізі. Қатты көлік келіп жатса, енді мақұл ол жаңағы бұзып келіп жатыр ережені, бірақ сен өзің өмір өзің керек қой. Сен жаңағы бір қадам артқа жүріп, немесе өтпей жаңағы өтіп жүру керек көлікте. Адам өмір өзіне керек. Дұрыс па жаңағы айтқандай сондай болу керек негізі. Одан кейін керек болса, жаңағы телефон түсіріп алып, жаңағы тиісті орынға жүре беремін. Көліктің жаңағы жол жүру ережесін бұзғанын. Осы айтқым келеді. Жақсы. Жалпы жүргізушілерді дайындауда не нәрсеге мән берген дұрыс деп ойлайсыздар? Қалай жақсартсақ болады жүргізушілердің машина айдау сапасын десек? Енді сапасын болғанда осы қазір айттым жаңағы көп азаматтарымыз көбінесе қазір енді басым көпшілігі қазір мынау жүргізу куәліктерін оқымастан алады өздері жаңағы. Ол заңда белгіленген тәртіппен азаматтарға онлайн өздері немесе жеке дайындалуға рұқсат берілген. Бірақ енді ақыры мынау негізі біраз азаматтар оқып алады. Оқыған кезде де қазір біраз жылдан бері біз мынау автомектептерге қадағаламаймыз, олар барлығы жеке кәсіпкер есебінде неғып кеткен жаңағыдай. Негізі мынау бізде тиіс бұйрықтарға заңға сәйкес оқытатын жаңа программалар бәрі бар, бағдарлама бар. Бірақ оны өтіп бермей ешкім қадағаламайды қазір. Ол жеке кәсіпкер оның барлығы. Біздің министрде қазір осы мәселені қозғап отыр. Осы автомектептерді жаңағы бақылау жөнінде, жаңағы жұмыстар бақылау, қадағалау жөнінде. Мен де жаңағы өзім айтып отырмын, жаңағы бірінші жүргізу куәлігін алатын кезде азаматтарымыз міндетті түрде оқу керек. Ең біріншіден жаңағыда психологиялық оның дайындығын көру керек, көлік жолда жүрген кезде. Сондай-ақ жаңағы праваны жол енді машина айдауға куәлік болады ғой арнайы, соны алу үшін арнайы тест тапсырады, е? Сол кезде тест тапсырушының орнына басқа адам келіп тест тапсырады деген жағдайлар өте жиі естіліп жатыр. Бұл қаншалықты рас және қалай күрессек болады? Бұл енді біздің мекемеге қатысы жоқ, бірақ біз енді бәріміз осы әлеуметтік желі қолданушымыз ғой. Бұндай факттер болған алдында болған шығар енді. Бізде мен сіздер сияқты ашық неге көріп отқаным, өткенде біраз облыстарда осында да болған, бірақ қазіргі кезде мынау біздің халыққа қызмет орталықтары қазір өздері қабылдамайды емтихандарды, теориялық емтихан. Оның барлығын тиісті бір республикалық дәрежеде бір мекеме құрылған, аты есім жоқ, солар қабылдайды барлық жерде. Солардың нелері, өкілдері қабылдайды. Одан кейін айтып өтейін, бұл жерде ақыры не ғана екен. Ол жерде жүргізу куәліктер қабылдаған кезде ол жерде интерактивті жаңағы класс болады, сынып болады, сол қабылдайды. Оның бүткіл жаңағы
азаматтар отырған кезде жаңағы камерасын барлығы жаңағы орталықтанған жерде өз қарап отырады. Бір азамат қабылдап жатқан кезде екінші азаматты оған жақтау басқа қылуға жалпы біз мынау мектепте тест тапсырғандай тура осындай қабылданады, ешкімге жолатпайды, басқа қылады, осындай қолдануға тыйым салынады сол жерде. Жақсы, енді барлықтарыңызға ортақ сауал. Жалпы енді аймақтағы жол көлік оқиғаларының санын қалай азайтамыз? Айта кетейін, ол үшін мынау Алмасхан Тастанбек мырзаға мынау қауіпсіз жол рейдтік іс-шарасын ұйымдастырып, жаңағы түсіндірме, жаңағы жүргізушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Жалғыз полиция тарапынан емес, барлық тараптан сондай түсіндірме жаңағы нелерін жүргізу керек. Үгіт-насихат жұмыстарын, жұмыстарын жүргізу керек. Даже знактарды, жаңағы жол белгілерін білмейтін жүргізушілер де бар да. Вообще білмейтін. Оны жаңағы рейдтік іс-шарасында тексеріп көрсе де болады. Вообще сондайдың кесірінен ғой енді жол апаты көп те не алатын. Жол көлік оқиғасын қазіргі таңда азайту үшін, яғни мектептерде, жоғары оқу орындарда, орта арнаулы колледждер дейді, лицейлерге барып түсіндірме жұмыстарын жүргізсе деген. Және де халықпен кездесіп, біршама түсініктеме жұмыстарын жүргізіп. Жалпы Түркістан облыс қаласында қай аудандарда жол сапасы нашар, соны айтыңызшы? Бізде қазіргі таңда жолдың астында көбіне, сосын және де Оралман Мөлтек аудандарында жолдың сапасы өте нашар. Коммунизмде. Орташа деңгейде. Сіздің жауабыңыз енді қалай жөнделсек болады, қай уақытта жөнделеді? Түркістан қаласы бойынша қысқаша айта салайын. 800 шақырым астан жолы бар, көшесі де соның төңірегінде саны. Енді біздер білесіздер, мына инженерлік инфрақұрылым тартылып отыр ол жақтарда. Себебі кәріз жүйесі бар, суландыру, газ, олар тартылмай, біз жол салсақ, ертең оны қайтып бұзуға тура келеді. Қазір енді жүйелі түрде ол әр аудан бөлек қарап жатыр. Мысалы, мына тұрған өзіміздің сатырған мына беті түгел бітті қазір. Бірақ енді жаңа бір жылдан біз әлде де бір жылдан кейін салып жатырық. Себебі бір жылдан кейін салмасақ, жаңа өздеріңіз айтып колодецтің тұсын бәрі отырып кетті. Сол үшін бірінші инфрақұрылым тартып алайық, одан кейін жол салайық деген бізде тәртіппен жұмыс жасап жатыр енді қала әкімдігі. Енді мен жаңа жүйелі мәселелерге келе қосып айтатым. Жаңа біз айттық, жаңа біздің ішкі істер министрі де дұрыс айтып отыр. Менің ойымша талапты, тәртіпті күшейту керек. Ол жаңа айттық Техас мотордан бастап, машиналарымыз бұрын енді шын айтқанда жеке бизнеске бермей тұрған кезде мықты тексерілетін. Қазір кім өтіп жатқан бір құдай біледі ол Техас мотордан. Екінші жаңа автомектептер дедік қой. Ол жерде де сол бұл кісілерге құзырет беріп, ол мектептерде қадағалау керек. Ол енді жаңа барлық куәлікті беріп жатыр, оқыды деп, бірақ ол оқыды ма, оқымады ма, ол былайша айтқанда бақылау жоқ. Мәселен барлық сол бақылау жоқ. Өйткені сіз біліміңіз болмай, жүргізуші болайын деп тұрсыз, былайша айтқанша, жол белгісін білмейсіз, бірақ машина айдайын деп жатсыз. Жаңағы право куәлік беру сатысында да енді өзіміз көрдік, практикада ол жерде барлығы камерамен екен, өтуге де болады, өзің білімің болса, талай азаматтар өтті, одан ешқандай мәселе жоқ деп ойлаймын. Қайта қазір бұрынғыдан қайда күшейтілген. Барлығы камера қарап тұр, автода неде де, жаңа тест өтетін жерде де. Мен ойлаймын, сол заң талаптарын қайтарып бақылау күшейсе, кішкене біз бері қараймыз. Енді біздің жұмыс, жаңа жолшылардың жұмысы қолайлы жағдай жасау, инфрақұрылымды жасау. Жолды жөндейміз, қажетті жол белгісін қоямыз, таңбалау разметкілер жасаймыз. Жаңа айтып отқан енді көріп отыр қой, мал өтпелдерінде біз енді жылдан жылға бұрын ондай көлемде қоймайтынбыз, енді көбейтуіміз керек. Оны көріп отыр, өйткені әрине ол малдың егесі оған жауапты болғанмен, бірақ ол фактілер көп қой. Шығарып жатқан, жіберіп жатқан. Сол үшін біз оған да қарсы тұруымыз керек. Жаңа біз айттық, соңғы мен қысқаша айта салайын. Жаңа камера ол өз әрине болу керек. Ал соңғы анализ бойынша біз 2 жыл алдын жасаған кезде мектеп, балабақшаның алдында өте көп болды жол көлігі. Біз былтыр 126 дана ИДН қойдық, жасанды жол кедергілерін. Қазір 110-ға. Бірақ біздің талдау нәтижесінде әлі жол көлігі оқиғасы ол жерде орын алған жоқ. Сондай қажетті шараларды енді қабылдаймыз, қабылдап та жатырық. Сол жұмыс жалғасады біз тараптан. Тағы бір қосып айтатын, қазір біздің жөндеу кезінде өз байқасаңыздар, ауылдарға барып жүрсіздер, барлық дерлік 70% деп айта аламын, жарықтандырумен аяқ жол қаралып жатыр. Яғни тротуар. Ауылға кіресіз, ол жарықтандыру болады. Ол қайда көмек береді? Мысалы біздің жүргізушілерге енді
кешкі уақытта, түнгі уақытта жарық болса. Сол үшін біз оның бәрін жобалау кезінде сатысында қосып жатырмыз. Себебі оның бәрі қауіпсіздікке ертең оң әсерін беру керек. Соңғы ненің өзінде биыл 40 шақырымдай аяқ жол, 17 шақырымдай жарықтандыру шамдары биыл іске асып жатқан өзі. Сол сияқты ол кезең-кезеңмен іске асады. Осындай шаралар қабылдау керек. Енді жаңағы көлік жүргізу мәдениеті ол бірінші орында ғой енді. Шын айтқанда ол тәртіпті сақтаса, ол барлығы дұрыс болады, ешкімге қауіп төндірмейді, өз өміріне де қауіп Шерзат төндірмейді. мырза, көп рахмет. Құрметті қонақтар, жалпы бүгін студиямызға келіп, әңгімемізге араласып, қажет ақпараттармен бөліскендеріңіз үшін көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.